Арыс қаласының адами әлеуетті дамыту бөлімі мемлекеттік мекемесіне қарасты нөмірі 1 Ережепбай Молдабаев атындағы жалпы орта мектеп интернатында Түркістан облысының адами әлеуетті дамыту басқармасының білім беруді дамыту орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ұйымдастыруымен әлеуметтік психологиялық қызметтің өзекті мәселелері тақырыбында облыстық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізілді. Өткізілген конференцияның мақсаты білім алушылардың табысты әлеуметтенуін сақтау мен дамыту, микро және макро ортаның әсерін ескере отырып тұлғааралық байланыстардың толыққанды қалыптасуына және дамуына әсер ететін жағдайлармен қамтамасыз ету. Жиынға қалалық адами әлеуетті дамыту бөлімінің қызметкерлері, білім беру ұйымдарының директорлардың тәрбиесі жөніндегі орынбасарлары, сынып жетекшілер, педагог психологтар мен әлеуметтік педагогтар, дефектологтар, үкіметтік емес ұйымдар, Түркістан облысының өмірлік қиын жағдайдағы балаларды қолдау орталығы, ата-аналар комитетінің төрағалары қатысты. Негізгі атқаратын қызметіміз әлеуметтік психологиялық қызмет. Ол өмірдегі қиын жағдайға душар болған балаларға әртүрлі әлеуметтік болған, әлеуметтік медициналық, әлеуметтік педагогикалық, әлеуметтік психологиялық, әлеуметтік құқықтық, әлеуметтік еңбек қызметтерін көрсетеміз. Психологтар өздерінің қорытындысын жазады. Сіз соған байланысты баланың арғы ойы қандай, болашақта ойы қандай, алға баланы жеке тұлға даму үшін, біз баланы өсіру үшін не жұмыс қалай жұмыс жасауымызды соны анықтаймыз. Одан кейін бар отбасылық стационарға көшеміз. Ол кезде баланың бізге дейінгі отбасында өзін алатын, тек қана ең жақын өзінің жылы отбасындағы балалардың орнын тауып отырсамыз. Сөйтіп осы орнын тауып арқылы балалармен жұмыс жасаймыз. Енді әлеуметтік психологиялық қызметтегі жаңа айттым, осы біздің барлық әкімшіліктен бастап, сөйтіп барлық педагог кадрлардың барлығы баланы оңалту үшін, баланы жеке тұлға даму үшін бірігіп жұмыс істейтініміз жаңа мен сіздерге айтып кеттім. Міне осы айтқан біздің арнайы жаңа дайындықтан өткен педагог, психологтар мен әлеуметтік педагогтар балалармен жұмыс жасап, баланы орнын табады. Мысалы, осы отырған қазір біразыңыз мүмкін білесіздер, бізге әр ауданнан балдар келеді. Мысалы, кеше бір қаладан бала келді, бала келгенде баланы бізге дейін баланы комитет томан инспекторлар жөнінде баланы кішкене ұрып жасайды, баланы неге өткізіп жіберген. Девиантты мінезді тәрбиесіз балдар мектептен бала өтіп кетті. Ол баланы бізге дейін құжаттарын нағылып, қағаздарын бәрін толып, сотқа өткізіп жіберген. Ал шын мәнінде келіп ойланып қарасақ, сол боламыз. Бұны алдайтын бала бізде 2 жыл болған. 2 жыл болғаннан кейін анасы тастап кеткен, анасына қайтарып берген тұғымыз. Сол бала қайта анасына барған кезде біздің кейінгі психологтардың, әлеуметтік жұмыс жасаған кезде анықтағанымыз баланы анасы жұмсайды. Сонда қазір анасы жұмсады, нәтижесінде біз баласы зардап шегіп отыр. Міне сондықтан құрметті әріптестер, бұл әлеуметтік қызмет дегеніміз біздің жалғыз біздің мекеме емес, сіздермен осы жерде отырған барлық педагог психологтармен және әлеуметтік педагогтармен бірігіп атқаратын жұмысымыздың нәтижесі болу керек. Өйткені біздің барлығымыздың үйлеп жүргеніміз бір терінің ұшпағы. Демекші, біз барлығымыз баланың біздің өміріміздің болашағы. Сол өмірлік қиын жағдайға тап болған балаларды мүмкіндігінше әлеуметтік оңалту жұмыстарын атқаруымыз қажет. Ғылыми-тәжірибелік конференцияда әлеуметтік психологиялық қиыншылықтар мен білім алушылардың мәселелерін шешу бойынша педагогикалық психологиялық қолдау, сүйемелдеу және әлеуметтік психологиялық мәселелерін шешуде тәрбие жұмыстарының қолайлы әдістері ұсынылып, талқыланды. Біз әлеуметтік эмоционалды тәрбие мен оқытылатын жалпы осы құзыреттіліктер қазіргі әлемде көтеріліп жатыр екен, және де олар өте күрделі болып саналуда. Біз сіздердің алдарыңызға, назарларыңызға қазіргі уақытта балалардың әңгімелер, фильмдер, немесе компьютерлік білім беру бағдарламалары, ойындар арқылы, нақты мысалдар мен ресурстар арқылы оларды әлеуметтік эмоционалды оқытумен жұмыс істеуге болатынын көрсеткіміз келіп отыр. Жалпы әлемді тану компьютерлік білім беру бағдарламасы осы барлық балаларға, яғни инклюзивті білім беру жағдайында білім алатын балалар үшін, мүмкіндігі шектеулі балалар үшін, жаңағы айтылған барлық санаттағы категориялардағы балалар үшін арналған. Бұл мектепке дейінгі білім беруде оқытылатын балалар үшін арналған. Жалпы назарларыңызға қазір компьютерлік білім беру бағдарламасын көрсетемін балаларға арналған. Бұл бағдарлама инклюзивті білім беру жағдайында мектеп жасына дейінгі балаларды мектепке бейімдеу үшін, яғни бейімдеу мәселесі назарға алынып тұр. Әлемдік тану компьютерлік білім беру бағдарламасын жасау деген жас ғалымдарға арналған гранттық қаржыландыру конкурсына қатысып 2020-2022 жылдары Оқу университетінде жүзеге
жүзеге асырылуда. Бұл Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігінің грант қаржыландыруымен жүзеге асырылып жатқан жоба десек болады. Жалпы жоба жас ғалымдардың аясында мектеп алды даярлық тобына арналған және де көптеген шетел мекемелерінде, оқу мекемелерінде апробацияланған ауқымды жоба десек болады. Конференцияға барлығы облыстың 17 ауданынан бөлім әдіскерлері қатысты. Сондай-ақ түрлі тақырыпта тәжірибе алмасты. Жұмайым Абызбай, Сұңқар Бакиров, Арт ТВ жаңалықтары.